жұмыс жасушаның беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасын анықтау. Жұмыс барысы пластиктен жасалған пышақты пайдалана отырып, агарды өлшемдері 3 см, 2 см және 1 см болатын 3 кубикке бөліңдер. Жас, бастайық. Медет. Істеп жатқан іс әрекетіңді айтып тұр бізге. 200 миллиграммдық стаканға Салдық. Саламыз пластик қасықпен. Және оны батқанша хилокфорте дәрісімен толтырамыз. Жақсы. Одан кейін уақытты белгілеп, кубиктерді мезгіл-мезгіл 10 минут бойы пластик қасықпен аударып тұрыңдар. Сағат деген 25 кетті. Енді 35 кеткенше араластырамыз. Ана, әйнекпен. Таяқшамен. Бана салған таблеткаларымызды шығарып аламыз. Оны шығарып алғаннан кейін пластик қасықпен майлыққа саламыз. Көлем өзгеріске түскен бе екен? Банаға қарағанда кішірейген. Бастапқыға қарағанда, яғни еріген. Солай ма, Алпанай? Енді не істейміз? Енді бұны толықтай кептіріп, Майлыққа салып, сосын сылышпен өлшейміз, яғни көлем өзгерді ме екен. Жақсы, кептіремін. Пластик қасықпен кубиктерді стаканнан шығарыңдар. Оларды қағаз майлықпен жақсылап сүртіңдер, кепкенше қойып қойыңдар. Әр кубикті 2 бөлікке бөліңдер де өздеріңнің байқағандарыңды жазып алыңдар. Миллиметрлік сызғыштың көмегімен 3 кубиктің әрқайсының хилокфорте мен диффузиялану дәрежесін анықтаңдар. Рахмет, Алпанай. Ал Медет, осы айтылғандарды орындауға. Айтып істейін, істеп жатқанын бізге. Банаға салған Хилокфортемізді құйып, одан қалған таблеткалар шығамыз керек. Яғни бастапқыға қарағанда бұлар өзгерген. Өлшеш, сол қағаздың өлшейін. Сызғышты үстіне қарауын. Қанша? Бұлар 2 миллиметр болған. Екіншісі? 1,5 миллиметр. Үшіншісі? 1 миллиметр. Қанша? 1 миллиметр. Жақсы. Енді аталған көрсеткіштерді кесте сызып, соны дәптерге жазайық. Алпанай. Кестеңді оқиға бізге. Қандай бөліктерден тұрады? Бірінші, берілген нәтижелерді енгізу үшін кесте сызамыз. Біріншісі, кубиктердің өлшемдері, беттік ауданы, көлемі, қатынасы, беттік аудан және көлем, және диффузия дәрежесі деген 5 бөлімнен тұрады. Жақсы. Одан кейін оны анықтау үшін бірінші беттік ауданның көлемге қатынасын тауып, беттік аудан мен көлемді көбейту арқылы ұзындығын тауып аламыз. Одан кейін беттік аудан тең болады, ұзындығы мен енін көбейтіп, жан-жағының санын жазамыз. Одан кейін көлем тең, ұзындығы, ені, биіктігін көбейтеміз. Жақсы, осы жұмысты орындауға кірісейік. Және қорытындылаймыз. Жаңағы тәжірибеміз арқылы кестемізді толтырдық. Бірінші, кубиктердің өлшемі бірінші таблеткада 2 мм, екінші таблеткада 1,5 мм, үшінші таблеткада 1 мм шықты. Қолыңды өлшеу. Нәтижесінде беттік аудан тауып үшін соның ұзындығын өлшеп алып көбейттік. Біріншісінде 1 мм, 4 мм, екіншісінде 3 мм, үшіншісінде 2 мм шықты. Нәтижесінде көлемді анықтадық. Көлем тауып үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. Ол үшін жаңағы бірінші таблеткамызда 6 шықты, екінші таблеткамызда 4,5, үшінші таблеткамызда 3 шықты. Одан кейін қатынасын анықтап алдық. Қатынасы беттік ауданның көлемге қатынасы.
Ол үшін бірінші таблеткада 24, екінші таблеткада 13,5, үшінші таблеткада 6 шықты. Енді диффузия дәрежеміз осыған сәйкес үшеуінің өлшем бірліктері көлемі әртүрлі болып шықты. Нәтижесінде екінші таблеткамыздың көлемі үлкенірек болды. Яғни диффузия дәрежесі қайсысында ең жоғары екен? Екінші таблеткада 13,5. Ең төмені? 6. Үшінші таблеткада. Жақсы, рахмет. Осылай қорытындылаймыз. Зертхана жұмысымызды аяқтаймыз.